Баланы емшектен шығару әр ана үшін маңызды әрі жауапты кезең. Бұл үдеріс біртіндеп және баланың психологиялық жағдайын ескерте отырып жүргізілуі тиіс. Біріншісі, уақытты дұрыс таңдау. Емшектен шығару үшін баланың денсаулығы жақсы болу керек. Тісі шығып жатса, немесе ауырса, бұл үдерісті кейінге қалдырған дұрыс. Екінші, біртіндеп тоқтату. Күніне бірнеше рет емізетін болсаңыз, алдымен күндізгі 1-2 рет емізуді тоқтатыңыз, сосын түнгі емізуді азайтыңыз. Бұл бала үшін де, ана үшін де жеңіл болады. Үшіншісі, балаға көңіл бөлу. Емшектің орнына баланы құшақтап, ойынға көңіл бөліп, сүйіспеншілік көрсетіңіз. Ол өзін қауіпсіз сезіну керек. Төртінші, қосымша тағам ұсыну. Балаға сүйсініп жейтін пайдалы тағамдар беріңіз. Бұл емшекті ажыратуды жеңілдетеді. Бесінші, сабырлық пен мейірім. Бұл үдеріс әр балада әр түрлі өтеді. Кейбірлер тез үйренсе, кейбірлерге уақыт керек. Ең бастысы сабырлы болу керек.